Баршаңызға сәлем достар, Түс Шару каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шарушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсінде мүйіз көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер сіз түсіңізде мүйізді мүжіп жатсаңыз, жауыңызды жеңесіз дегенді білдіреді. Ал егер түсіңізде екі мүйізі бар патшаның тәжін көрсеңіз, үлкен беделге ие болатындығыңызды білдіреді. Егер сіз түсіңізде бір адамның басынан мүйіз шығып тұрғанын көрсеңіз, сізге біреу қастандық жасағысы келіп жүргендігін білдіреді. Түсіңізде сізге мүйіз шыққанын көрсеңіз, сізді бір адам доғалап тастағандығын білдіреді. Егер түсіңізде төсегіңізде мүйіз тұрғанын көрсеңіз, сізді жаман ойлар мазалап жүргендігін білдіреді. Ал егер де сізді мүйізі бар ешкі қуып жүрсе, жауларыңыздың сізге қастандық ойластырып жатқандығын білдіреді. Сол себепті абай болыңыз. Егер түсіңізде басыңыздан мүйіз шығып келе жатқандығын көрсеңіз, сіздің ақымақ адам екендігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде мүйізді сындырып алсаңыз, біреумен ұрсатындығыңыздың белгісі. Бойдақ қыз түсінде мүйіз көрсе, өте мықты адаммен тұрмыс құратындығын білдіреді. Түсіңізде сиырдың мүйізін көрсеңіз, сізге береке келетіндігін білдіреді. Түсіңізде ешкінің мүйізін көрсеңіз, әйеліңіздің сізді алдап жүргендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.